Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 105-ші сабақта біз жаңа тақырып етістіктің шақтары деген тақырыпты өтеміз. Балалар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бірінші тапсырмада мұқият тыңда, мәтіннің негізгі тұстарын белгіле дейді. Ғарыш дегеніміз не? Ғарыш кеңістігінде шек жоқ. Оның кеңістігі соншалық аспан денелерінің бір-бірінен қашықтығын жердегі өлшеммен айталық километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық секундына 300 000 километр жылдамдықпен таралады. Ол жерге айдан 1-3 секундта, күннен 8 минуттан сәл астам уақытта жетеді. Бізден ең жақын жұлдызға дейін аралықты жарық 4 жылда жүріп өтеді. Құрамына күн жүйесі кіретін әлемнің шағын ғана бөлігін ғаламның бір шетінен екінші шетіне жарық 100 000 жылда әрең жетеді. Ғарышқа жұлдыздық жүйелер бүкіл ғалам, олардың аралықтарындағы әлемдік бос кеңістіктер, әлемдік шаң-тозаң және газ шоғырлары, әлемнің түкпір-түкпірінен тасқындап таралатын түрлі сәулелер жатады. Жерді қоршаған дүние ғалам немесе ғарыш деп аталады. Ғалам энциклопедиясынан алынған екен. Енді осы жердегі мәтіннен белгіленген тірек сөздердің бойынша мәтіннің мазмұнын айтыңдар дейді. Бұл жерде біз қандай тірек сөздер қойсақ болады? Мысалы, ғарыш, кеңістік, шексіз, аспан денелері, жердегі өлшем, қашықтық, километр, өлшеу мүмкін емес, жарық, 300 000 километр, таралу, ай, 1-3 секунд, 8 минут аралық, 4 жыл, жүріп өту, күн жүйесі, шағын бөлігі, ғалам, 100 000 жыл, жұлдыздық жүйелер, әлемдік бос кеңістік, шаң, тозаң, газ шоғырлары, түрлі сәулелер деп жазсақ болады. Енді осы бойынша осы мәтіннің мазмұнын айтуға да болады. Енді екінші тапсырмада мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктерінің қай мезгілде болған әрекетті білдіріп тұрғанын айтып көр дейді. Жылдамдықпен таралады деп тұр, бұл бізде келер шақта айтылып тұр. Ол осындай уақытта таралады, осындай уақытта жетеді, тұрады, жатады деп. Егер таралды десе, ол осы шақта болатын еді. Немесе тарала бастады десе, ол өткен шақта болатын еді. Сол үшін бұл таралады, жетеді, тұрады, жатады сөздері келер шақта тұрған етістік сөздер. Бұлар неге етістік? Өйткені не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр. Екінші тапсырмада өлемдерді қатесіз жазып, етістіктерді тап дейді. Жерді қоршаған бүкіл дүние ғарыш деп аталады. Ерте заманнан бастап ғалымдар ғарышты зерттеп отырды. Ғарышқа тіршілік иелерін ұшыра бастады дейді. Осы жерде қандай етістік деп аталады? Одан кейін зерттеп отырды және ұшыра бастады деген күрделі етістіктер. Осы жердегі етістіктердің қандай мезгілдік ұғымда жұмсалғанын айтып тұр, анықта дейді. Қараңдар, ғарыш деп аталады. Бұл қазіргі осы шақта айтылып тұр, ғарыш деп аталады. Енді қараңдар, зерттеп отырды деген ол бізде өткен шақта айтылып тұр. Ғалымдар зерттеп отырды. Ұшыра бастады деген ол да бізде өткен шақта айтылып тұрған нәрсе. Енді мына жердегі ережені есте сақтайық. Етістік іс әрекеттің жүзеге асу мезгілін, яғни уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Міне үлгісі: осы шақ ұшқалы тұр, өткен шақта ол ұшырылды, ал келер шақта ол ұшырады болады. Үшінші тапсырмаға қарайық, жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады, қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады дейді. Бұл әрине ұшақ, артында із қалады. Осы жердегі етістіктерді тауып қай шақта тұрғанын айт дейді. Бұл жердегі етістік ұшып барады, із қалады. Енді ұшып барады. Бұл осы шақта айтылып тұр, ұшып барады қазір із қалады. Бұл да осы шақта айтылып тұрған сөз. Енді төртінші тапсырмада жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Ғарышкер ұшты ғарышқа, ғарышқа ұшты ғарышкер, айтшы ғарыш алыспа дейді. Енді тапсырмада етістіктің астынсыз қай шақта тұрғанын тап дейді. Не істеді деген сұраққа ұшты және айтшы деген сөздер жауап беріп тұр. Яғни осы етістіктің астын сызамыз. Қай шақта тұрғанын табайық. Ұшты. Ұш деген осы шақта айтылып тұр, ұшты дегеніміз бұл өткен шақта айтылып тұр. Ал егерде ол келер шақта айтылатын болса, ол ұшады болатын еді. Сондықтан бұл ұшты және айтшы ол өткен шақтағы тұр. Енді бесінші тапсырмада төмендегі жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай шаққа қатысты екенін тап дейді. Қараңдар, мына жердегі жұрнақ ып, эп, п, отыр, жүр, жатыр дейді. Яғни бұл осы шақта айтып тұр. Неге? Өйткені қараңдар, отыр, тұр және ұшқалы тұр. Мысалы, айтқалы тұр, кеткелі жүр,
осы шақтікі. Сондықтан бұны міне мына стрелканы осы шаққа қоямыз. Одан кейін қараңдар, мақ, мек, бақ, бек, пақ, бек, шы, еді, емес деп тұр. Бұл бізде келер шақ болады. Неге? Өйткені келер шақ не істеймін, не істейді деген сұраққа жауап береді. Өйткені ол болашақта болатын нәрсе. Сондықтан бұл жерде бармақ, мысалы келмек, немесе көмектеспек. Ал енді өткен шақтың жұрнақтары мен көмекші сөздері ол мына ып, эп, п, д, т, т болады. Өйткені көмекші сөз және екен деген. Өйткені өткен шақта ол мысалы ұшырылды, немесе ұшырылған, және бағана айттық, ұшты, және ұшқан екен. Осы өткен шақтың жұрнақтары мен көмекші сөздері болады. Енді 6-шы тапсырмада бізге тірек сөздерді пайдаланып қазақ ғарышкерлері тақырыбына мақала жаз дейді. Бұл жердегі бізге берілген тірек сөздер: қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкерлер, Союз ТМ-10 ғарыш кемесі, Талғат Мұсабаев, ғарышта 3 рет болу, Айдын Айымбетов туралы екен. Енді қандай жазсақ болады? Мысалы, Тоқтар Әубәкіров қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер. Ол тұңғыш сөз 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ұшты. Еліміздің абыройын танытып, әлемге әйгілі болды. Қазақтан шыққан екінші ғарышкер Талғат Мұсабаев, ол әлемнің 309-шы ғарышкері, ал ол ғарышта 3 рет болған. Ал әлемнің 545-ші ғарышкері жерлесіміз Айдын Айымбетов пен Тоқтар Әубәкіров бір күнде бір айда дүниеге келген. Бір оқу орнының түлектері. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар.